тигидик шабамын. Байдың кызын аламын. Байдың кызы тимесе, тагы тигидик шабамын. Түбүндө байдың кызын аламын. Салем, менің құрметті досым, оқушым, біздің жаңа сабаққа қош келдің. Коронавирус сабағында жалпы мен сіздерге қызықты адамдардың бір көңілін аударатын суреттерді жасауды үйретемін. Суреттер стористардың біреуі. Оның біреуі қарапайым ғана осындай суретті қалай жасау керек. Негізі көп адамдар сұрады, мен білет деп ойлағам, бірақ сонда сіздерге көрсетейін. Енді қазір бізге керегі өзіміз жақсы білетін PicsArt бағдарламасы. Менде PicsArt'та мен осындай суретін тұр екен. Так, текстті ашамыз. Текстте мен қарапайым ғана Дубай деген жазу жазайын. Мына жерде шрифт бар, өзіңізге ұнаған шрифтті кез келген таңдасаңыз болады. Маған енді мысалға маған осының біреуі ұнайды. Мына жерде мынандай зат бар сізде. Тень дегенге кіресіздер. Теңге кіріп прозрачностьті өзгертсеңіз болады, блюрін қойсаңыз болады. Яғни сізге қалай қаншалықты ыңғайлы, қалай ұнайды өзіңізге қойып алсаңыз болады. Мен негізі теңдің түсін аққа қоятынмын. Яғни жазу жанып тұрған секілді. Окей. Үстіндегі өшіргішімізді аламыз да, ортадағы жазуды өшіріп тастаймыз. Окей, ортасын өшіріп тастадық. Мынандай детальдарға ортасында көбірек мән беруге тырысыңыздар, өйткені осындай детальдар суреттің барынша шынайылығына жауап береді. Так, мына жерде вернуть деген бар. Егер сіз шетінен қателесіп кеткен болса, мына жерде размерін белгілейік та, біз прозрачностьті пен резкостьін қойып алайық. Так, осындай бір сәттердің қайтып дұрыс орнын белгілегеніміз өте маңызды. Я, в принципе, суретіміз дайын. Окей, оны сохранить етіп қойсақ, в принципе, болады. Необычный суретіміз дайын болды.